Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздер ерекше бір-біріне ұқсамаған тұлғасыздар. Мен шексіз ақылдымын, мейірімдімін, ерекшемін, адал және керемет жанмын. Барлықтарына бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Рахмет оқушылар. Балалар, біз сіздермен сабаққа кіріспес бұрын екі топқа бөліп аламыз. Балалар, бір-бірімізді қазір сіздер осылай отырсыздар. Көк түссе біз алфавитқа отырамыз, жасыл түссе біз онда синтаксисқа отырамыз. Қанекей бір-бірден балалар аламыз. Қолымызға тағып аламыз. Балалар, кімге қандай түссе, қолымызды ауыстырамыз онда. Кімге қандай түссе? Қанекей, кімге қандай түссе? Қолымызға тағып аламыз, балалар? Қанекей, кімде? Егер де синтаксис түссе, балалар, жасыл түссе біз синтаксисқа неге ауысамыз, балалар? Кімде жасыл балар синтаксисқа қаламыз, ал кімде бізде көк түстік алфавитқа ауыстырамыз. Қанекей балалар, тезірек. Сағаттарымызды қанекей тақтық па? Қанекей көрсетейікші балалар. Ал қанекей синтаксис тобы. Синтаксис тобы қанекей қолдарымызды көтерейікші. Синтаксис тобы. Так, Нұрай. Көк қан жақта қалады. Қанекей тезірек балалар. Жасыл тобы бұл жерге ауысады. Адия, жасыл тобы бұл жерге ауысады. Жасыл мен жерге ауысамыз. Қанекей тезірек. Кімде тағы жасыл сағат? Дарина ауысамыз бұл жерге. Барлық заттарымызбен бірге ауысамыз. Қанекей. Так. Болды. Қанекей балалар, жасыл сағат. Қанекей қолымызды көтерейікші. Қанекей барлықтарымыз балалар не көріп тұрмыз? Барлықтарымызда QR бар. Бұл QR бекер емес. Сабақтың барысында балалар отыра қойыңдар. Қанекей көк сағаттар тағылдырған барнамызға қанекей қолымызды көтерейік. Жақсы, рахмет. Бұл сағаттар балалар бекер тағылмаған. Бізде барлығымызда QR көріп тұрмыз. Сабақтың барысында балалар. Құрметті оқушылар, оқу білім бұлағы, әрқашан білім алудан шаршамаңдар. Балалар, қараңдаршы. Біз сабаққа кіріспес бұрын, мен сіздерге сурет көрсетіп тұрмын, ойлан деген. Біз сіздермен Python тілін бастадық. Енді Python тілінде біз сіздермен сызықтық алгоритм бұл қалай, Python тілі қалай жұмыс істейді, соны біз сіздермен өткен сабақта қарастырдық. Бүгінгі сабақта балалар, біз сіздермен жаңағы сызықтық алгоритмді құрып үйренеміз. Мінекей сіздер қараңдаршы, бізде тақтада біз не көрдіңіз? Ойлан деп тұр, балалар, сызықтық алгоритмді дегенді қалай түсінесің. Осы суретте біз қанекей не көріп тұрмыз? Қанекей қайтып айтады. Қанекей кім айтады? Айта қойыңыз. Орнымыздан тұрамыз. Бұл суретте біз гүлді ретімен өсуі бейнеленген. Біріншісі бізде үшінші болады, біз дәнді себеміз, содан кейін оны суарамыз, ол бірінші болады екен. Содан кейін ол бізде кішкентай жапырақ болып өседі, сосын үлкен гүл болып өседі. Үлкен болып өседі. Так, отыра қойыңыздар, рахмет. Сонда балалар біз не көріп тұрмыз? Бізде қандай бұл бізде? Бұл бізде алгоритм. Қанекей алгоритм не? Қанекей айта қойыңдар. Алгоритм дегеніміз бір мақсатқа жетуге үшін сенің қадамдарың. Бір мақсатқа жету үшін бұл бізде әрекеттер тізбегі, балалар. Жақсы, рахмет. Енді балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз. Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі тақырыбымыз тіл алфавиті. Синтаксис сабағымыздың мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді құру. Сызықтық алгоритмдерді құру, балалар. Енді біз сіздермен бүгін Python тілінің алфавитімен танысамыз. Python тілінің алфавитіне балалар бізде не кіреді? Қараңыз балалар. Бұл бізде латын жаңағы әріптерінің үлкен және кіші әріптері. Балалар, көріп тұрмыз ба? Латын тілінің балалар үлкен және кіші әріптері. Бұл бізде Python тілімен жұмыс істеген кезде, программа құрған кезде, бұл бізде үлкен әріп, кіші әріп, бұлар бізде екеуде екі түрлі мән. Үлкен әріп, кіші әріп. Сондықтан өте мұқият бұған қарауымыз керек. Араб цифрлері 0-ден 9-ға дейін, арнайы символдар, қосу, алу, көбейту, бөлу, тағы да басқа да белгілер бар. Одан кейін қызметтік сөздер. For, if, was, def, print, input. Өткен сабақта біз сіздермен printпен, inputпен біз сіздермен өткен сабақта таныстық, балалар. Input бізде қандай оператор? Орман проводка. Input бізде не істейді? Input шығара ма? Input бізде не істейді? Енгізеді, балалар? Input бізде енгізеді, а print бізде не? Print ол бір бейнені шығарып алу.
ақпаратты бізде шығарамыз, балалар, бұл бізде шығару. Так, енді балалар, ары қарай қарастырамыз. Сіздермен тақырып бойынша, сіздермен идентификатор атауы дегенімізде, идентификатор дегеніміз бұл бізде айнымалы, балалар. Айнымалы бізде міндетті түрде әріптен басталу керек. Міндетті түрде әріптен басталу керек. Бұл бізде мысалы 0-9-ға дейін сандарды қолдануға болады. Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, үлкен және кіші регистрдарға көңіл аудару керек. Мысалы, көріп тұрмыз ба? Коп және коп үлкен әріптермен. Бұлар екі түрлі айнымалы. Программа құрған кезде екеуі бізде әртүрлі түседі. Ары қарай айнымалы дегеніміз бұл бізде мәні және типі бар бізде шама. Енді қызметтік сөздер жаңа біз сіздермен тоқтадық. If, for, was, input, print тағы да басқа да программалар бар. Енді Python тілінің синтаксисына тоқтасақ, олар Python тілінің синтаксисына. Бұл Python тілі басқа жаңағы нелерге ұқсамайды. Басқа программалық тілдеріне ұқсамайды. Ол көбірек жеңіл. Программадағы жолдардың соңына нүктемен үтір қоюға міндетті емес. Кейбір программалық тілдерде міндетті түрде жол біткеннен кейін нүктелі үтір қоямыз. Ал Python тілде біз нүктелі үтір қоймаймыз. Бірнеше команданы бір жолға жазатын болсақ, бірнеше команда жол, онда міндетті түрде арасын біз нүктелі үтірмен біз істеуіміз керек. Арқылы біз ажыратамыз. Программа жазу барысында басқа программалық тілдердей begin, end деген жаңағыдай басқа да жақшалар бізде қолданылмайды. Бұл бізде кейбір жаңағы программалардың түрінде болар, бос орын, мысалы, біз бір бос орынна екі бос орын жеріп жетсек, онда бізде қате болып кетеді. Енді сызықтық алгоритмға келдік болар. Бүгінгі мақсатымыз, жаңа біз естіп өттік, мақсатымыз Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Бүгінгі сабағымызда біз не істеуіміз керек? Python тілінде сызықтық бағдарламаларды жазып үйренуіміз керек, балалар. Енді, балалар, ары қарай қарайықшы, балалар, бізде қосу, азайту, бөлу, көбейту, бұндай амалдармен біз өткен сабақта сіздермен естедік, жұмыс істедік. Біз бұны білеміз, Ал енді келесі тағы да бір Python тілінің амалдарына тоқтасақ, x-ті y-ге бөлгендегі бүтін бөлігін табу. Балалар, біз бүтін бөлікті табуымыз керек. Қандай да, мысалы, сендер математикамен бөлген кезде, мысалы, бізде қандай мысал бердік тұрмын жерде? 25, 2 көлбеу сызық, одан кейін 3-ке балар. Енді, мысалы, бұлай бөлеміз. Математикада біз қалай бөлеміз? 25 бөлеміз 3-ке, қаншадан береміз? Қаншадан береміз, балар? 8-ден береміз, 3-те 20, бұл бізде 24 болады. Мұнау бізде қалдық. Мұнау бізде бүтін бөлу балар. Егерде 25 бүтін қалдық 3 болса, бізде жауабы жерде қанша болады? 8 болады. Ал 25 балар процент 3 десек, онда бізде қандай болады? 1 болады. Балар, осыны біз есімізге сақтап қалуымыз керек. Неге программа құрған кезде осы бүтін бөлу, бүтін қалдық деген бізге керек. Қанеке, тақтаға маған қанеке кім шығып осы жаңа бүтін бөлуге бүтін қалдық кім маған жасап береді? Қанеке, бір мән берейік. Қанеке, екі топтан да бір-біріне не берейік. Қанеке, кім келе қой? Қане әдер келе қой? Қандай береміз? Тамаш, отыра қой. Мысалы, 45-тің бүтін бөлік 8 деп айтайық. 8 деп айтайық. Қанша болады жауабы? 45-ті 8-ге бөлеміз. Бізде қаншадан береміз? 5-тен болады, 5-тен береміз. 40. Так. Жауабын жаза қой. Бүтін бөлу бізде 5 болады, а бүтін қалдық қалай жазамыз? 45 бүтін қалдық бізде. Так, келісеміз ба? Қанеке, алфавитті ұшқаныз ба өз? Нұрай, қалай келе ғой. Қанеке, Нұрайға тезіріп жасара қойыңызшы, қанеке балар. Еркін жұмыс келіп. 37-ні нешеге бөлеміз? 6-ға. 37-ні 6-ға бөле қой. 37-ті 6-ға бөлгенде қанша болады жауабы? Жауабын үстіне жаза қой. Жауабын үстіне жаза қой. 37 бөлеміз
6 болады. Қанша? 1 болады. Келісеміз ба? Келісеміз. Жақсы. Отырып алайық. Так, балалар, ары қарай жұмыс істейміз. Енді біз сіздермен Python программалау тілінде біз сіздермен қарапайым программаларды орындауға үйренеміз. Балалар, қараңдаршы. Екі мағына тұр. Input деп тұр, input жақшан іште функциясы программаға жолдық деректерді енгізеді. Input. Ал сандық деректерді енгізу үшін онда біз input деп орындаймыз. Балалар, қараңдаршы, егер де Аға біз inputты енгізсек, input арқылы А мән енгізсек, Б-ға input арқылы енгізсек, бізге С тең, А қосылған екі санның қосындысы табылса керек. Онда print card, баспаға біз жаңа С-ны берген кезде, бізде деректер қандай түрде шығады? 4 енгіздік, 12 енгізген кезде қанша болады? 412. Бұл бізде жай ғана жолғыны есептеді. Ал егер де input болса, A int input, мысалы B тең int input, жаңағы int input пен енгізгенде, int input бұл бізде қалай түсінеді? Бұл бізде сандық деректерді түсінеді. Бұл да осылай. Қараңдаршы, екі бағдарлама бір-біріне ұқсас, мына жерде input, мына жерде int input. Мына жерде енгізген кезде 4-ті 12-ге енгізгенде бізде дәрежесін істеп шықты. 16 болып шықты, да? 16 бізде болып шықты. Так, енді балалар қараңдар, біз сіздермен осы программаны сызықтық алгоритмнің кодын жазу. Сызықтық алгоритмнің кодын жазу. Осы кодты біз сіздермен жаңағыда программалық тілінде көрейік. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Python тілінде мен сіздерге қазір теріп қойдым. Так, балалар, біз өткен сабақта сіздермен Python тілін көрдік, жасап. Python тілінің жаңағы біз сіздермен жай апострофпен жай қарапайым программаны енгізіп көрдік. Енді мына программаны қараңызшы, мінекей программа A тең int input, B тең int input, C тең A қосылған B, и print. Мына программаны бізде не көріп тұрмыз бізде? Мына жерде қандай бізде не шығу керек? Printта бізде қандай шығады? Есептеп бере ме или жол ретінде жасап бере ме? Жол ретінде жасап береді. Енді программаны іске қосу үшін біз істейміз? Run модуль. Мінекей бізде мынау программа құрған кезде, енді біз A-ға бір мән береміз, B-ға бір мән береміз. Мысалы, мінекей 5-ті берейік, одан кейін 6-ны берейік. Бізде көріп тұрмыз ба, балалар? Программа бізде толық есептеп берді. Балалар, енді бұл программа бізде толық Python тілінің программасы бойынша. Сондықтан біз сіздермен ары қарай қанекей дәптерімізді ашып жазып аламыз. Алфавит балалар және тілдің синтаксисі деп жазып аламыз. Қанекей тезірек балалар жазып аламыз. Одан кейін балалар біз сіздерге қазір осындай екі топқа мен осындай қазір программа кодын жасыра балалар. Екі программа кодын мінекей балалар сіздерге беремін. Қанекей жазып алдық па? Так, енді қараңдар, мінекей екі коды, балалар қанекей мінекей екі код. Алфавит тобына бір код берем. Қанекей ала қойыңыздар. Так, и мінекей балалар синтаксис тобына бір код береміз. Балалар, мынаны бүгін сабақтың аяғына ғана жасаймыз. Мынау бізде сөйтіп. Так, осы кодты қараңыз балалар. Содан кейін мынау код қалай жұмыс істейді, нәтижесі қандай болады деген осындай маған сендерге жауап күтемін сендерден. Қанекей тезірек маған мынаны бірге топпен қарастырыңдар. Мына программаны қанекей тезірек қарастырамыз. Тезірек балалар қарастырайық. Так, не көріп тұрсыз программада? Не көріп тұрсыз? Қанекей бір-бірімізге. Так, қанекей тезірек қарап шығамыз. Келісіп аламыз. Так, все. Программа түсінікті ғой балалар? Бұл программамен жаңағы программаға ұқсас, балалар? Жаңағы программаға ұқсас. Мінекей екі программа. Так, балалар, қараңдар. Бұл тапсырмада дескрипторлары, оқушылар операторларын есте сақтайды, программа кодын жазылуын түсіндіреді. Қанекей, қай топ бастайды? Қанекей. Қай топ бастайды? Кім түсіндіреді маған программаны? Тезірек. Адия шыға ғой, түсіндіре ғой. Так, программада не көріп тұрмыз? Қанекей, топқа бұрыламыз. Программаны көрсете ғой. Так, программада не көріп тұрмыз? Қанекей, бұлар көрсете ғой программада не көріп тұрмыз? Қанекей, өзімді қарап тұр. Программада не көріп тұрмыз? A тең int, B тең int input, C тең int input,
Д тең А қосу Б қосу С. Принцип. Бірінші жолда бізде немене? Ертең бізде не үшін? Санды енгіземіз. Бұда осы жол я санды енгіземіз. Сыда немене бізде? Сонда біз неше мән енгіземіз балар? 3 мән енгіземіз. Сонда бізде принт қане не кету керек? Жауабы қандай кетеді? S кетеді. Жауап бізге S кетеді. Келісеміз ғой? Келісеміз. Қанеке алфавит тобы қанеке тезірек? Алфавит тобы қанеке кім шығады? Қанеке азамат шыға ғой, қанеке тезірек. Қанеке тезірек азамат шыға ғой, тезірек түсіндіреміз. Қанеке еркін балар, еркін жұмыс істейміз. Айта ғой, азамат айта ғой. Инпут және Б тең инпут. Периметр екіні шашадағы А қосуға А мен Б кескілген сан. Ауданды табу үшін А мен Б-ні көбейтеміз. Принт шашадағы апостроф периметр принт шаша апостроф аудан. Так, бұл программа қанеке азамат айта қойшы, бізде мәнінде не шығу керек? Бізге принтқа біз нені бердік? Ауданды, сосын периметрді. Біз нелері дұрыс па? Е? Қандай бізде формулалары? Формулалар қандай? Формулалар қандай? Тең екі көбейту шашадағы А қосу Б. Аудандығы? А көбейту Б. А көбейту Б. Бұл бізде бірінші программамыз. Так, балар, енді бізде сіздерге жаңа сабақтың басында айттық. Біз қазір QR-кодпен жұмыс істейміз. Балар, қанеке барлықтарымыз телефонды аламыз да, QR-кодпен, балар, QR-кодтарында қанеке келтіріңдерді, QR-кодта жасырылған, естейміз балар, QR-кодта жасырылған немізді жасап көрейік. Балар, қанеке тезірек QR-кодта жасырылған программамызды жасап көрейік. Балар, қанеке не бізде? Қанеке тезірек QR-кодта қанеке кімде шықты? Қалай ойлайсыңдар программалауды? Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Қанеке барлығымызда шықты ма? Так. Программалауды не үшін үйрену? Жақсы балалар, бізде программалауды не үшін үйрену қажет? Бізде программамыз бізде басталды, балалар? Бізде программамыз басталды. Қанеке тезірек. Қандай сұрақ қойылды? Программалауды не үшін үйрену қажет, балалар? Қанеке сол сұраққа бір кішкене ойланамыз да, программалауды біз сіздермен өткенде программалауды бастаған кезде мен сіздерге айтқан программалау бізде не үшін үйрену қажет екенін біз сіздермен бұны өткенде қарасып, сол сұраққа қанеке кім маған жауап бере алады? Программалауды не үшін біз үйренеді екенбіз? Қанеке Ансар айтам дейді, мына топтан Нұр айтайын, қанеке Ансар айтам ғой. Так, қалған балалар қанеке қатысамыз бірге. Программалау не үшін үйрену қажет? Себебі біз өмірімізде лайықты жұмыс таңдап алып ақша табу үшін керек. Және де өзімізде қажет. Мысалы, айтишниктар және тағы да сондай басқа жұмыстарға программалар қажет. Программалар қажет, Қанеке екінші топ, алфавит тобы қанеке кім айтады? Алфавит тобы қанеке тезірек. Қанеке. Ансармен келсем, өйткені біз өскенде Ансардың сөзінше біз лайықты жұмысты тауып алып, өзімізге ақша тауып алып, сол ақшаға өмір сүру керекпіз. Мысалы айтсақ, программисттер, олар өте көп, олар математиканы және информатиканы өте жақсы білу керек. Немесе тағы басқа жұмыстар, мысалы айтсақ мұғалімдер, информатика пәнінен, немесе тағы басқа пәндерден мұғалімдер, барлықтары программалау деген не білу керек. Бұл бізде балар логиканы дамытады, балар логиканы дамытады. Адам деген жаңағы ойлауы басқа болады, бізде кезде. Так, енді балар келесі біздің кезеңіміз сабақтың, бұл бізде практикалық кезең. Балар, біз сіздермен ұлттық құндылығымызды дәріптеу үшін балар, қанеке біз сіздермен қазір көкпар ойынын жасаймыз. Балар, мен сіздерге осындай алаң берем. Осындай алаңды көп тұрсыздар, осы алаңда балар 5 жол бар. Сол 5 жолдың әрбіреуінде балар 5 жолдың әрбіреулерінде
сендерде жаңағыдай сұрақ қойылады, иә? Сол сұраққа біз не істеуіміз керек? Топпен бірге тезірек жауап беруіміз керек. Так, балалар қараңдар. Бізде мінекей 5 сұрақтан мен сіздерге дайындап қойдым. Так, бізде алфавит тобына мінекей 5 сұрақ, содан кейін жаңағы не қойылды. Синтаксис сөз тобына 5 сұрақ. Балалар, асықпаймыз, қазір мен сіздерге түсіндіремін. Әрбір сұраққа балалар, әрбір дұрыс сұраққа, иә, топ бесейді бір топпаққа ие болады. Бір топпаққа ие болады. Өздерінің еркіндерімен 5 сұрақтан бөліп алып, әрбіреулердің сұрақ жауап бере аласыңдар. Егер де топтар тыңдаймыз, егер де сұраққа жауап бере алмаған кезде, екінші топ қолын көтеріп жауап бере алады, иә, балалар? Так, қанекей, біз не істейміз? Әрбіреулеріміз қанекей сұрақтарымызды қарап алайық. Сұрақтарға белгілі, уже қол көтеріп жатыр. Қанекей сұрақтарымызды Аңсар көтеріп жатыр, Нұрай. Қанекей қалғандарымыз. Так, бастаймыз, иә? Карим, Азамат, дайын сұрағына. Қанекей Азамат айта ғой, сұрағың қандай екен? Сызықтық алгоритм дегеніміз не? Сызықтық алгоритм дегеніміз не? Бұл сабақты өткен сабақта да, бүгінгі сабақта да біз пысықтап жатырмыз, иә, бұл сұрақты. Сызықтық қанекей топтар, қанекей тыңдаймыз балалар? Тармақталу, қайталану программалары жоқ программасы болатын программа. Бұл бізде не балалар? Қайталанбайды. Келісеміз ба? Бұл бізде қайталанбайды, иә балалар? Бұл бізде қайталанбайды. Қанекей екінші сұрақ. Так, Нұрай, бірінші топты бердім. Қанекей Нұрай айтып жатыр. Менің сұрағым алгоритм дегеніміз не? Мен бағана айтқандай, алгоритм дегеніміз біздің мақсатымызға жету үшін жасаған қадамдарымыз. Мысалға айтсақ, университетке бару үшін біз бірінші сабақ оқып дайындаламыз, немесе мектепті бітіріп сол жаққа барамыз дегеніміз. Бұл бізде кезең-кезеңмен орындалады, иә? Келісеміз ба балалар? Келісеміз. Қанекей келесі сұрақ. Кім айтады ғой? Қанекей Аңсар айта ғой. Сызықтық алгоритмде бір мысал. Мысалы, адам өмірі кішкентай біз туыламыз. Содан кейін садикқа барамыз. Бірақ біз мектепке барған соң балабақшаға ешқашан бармаймыз. Өйткені біз өскек. Содан кейін біз колледжға барамыз. Сода үйреніп, бірақ мектепке бармаймыз. Өйткені біз өтіп кеттік. Бұл қадам өтіп кеттік. Қарапайым мысал келтірші мысалы. Гүл. Жаңағы гүл, иә? Жаңағы гүл. Себеміз тұқымды. Содан кейін ол суарамыз, бұтағы өседі. Содан кейін гүл болады. Жақсы, келісеміз ба? Топақты береміз ба? Қанекей Азия ғой, Азия дайын дейді. Қанекей балалар. Айнымалы цифр бар шамалы. Келісеміз ба? Айнымалы дегеніміз бұл бізде немене? Тағы да айтып жүрейін. Мәні мен типі бар шамалы. Мәні мен типі бар шамалы. Береміз ба топақты бір неге? Иә? Синтаксис тобына қанекей кім? Мадина айта ғой. Мадинада қандай сұрақ келді екен? Мен Жашар апостымен айтымды үйреніп жатырмын. Апостол Жашар. Бұл бізде қандай? Тағы да Мадина оқы қойшы сұрағанды. Мен апостол мен айтымды үйреніп жатырмын. Принт бізде не үшін? Принт бізде қандай оператор? Қандай оператор? Не істейміз? Шығару оператор. Экран бетіне не шығады? Қандай жауап шығады? Жақшаның ішінде не деп жазылып тұр? Мен Python тіліне апострофтың ішінде барлық программ жазулар, соның ішінде пайда болады, иә? Так, мінекей балалар қараңдар, алфавит тобында 3 топ бар. Қанекей келісеміз кім дайын? Так, Санжар айта ғой. Сөздер дегенімізде қызметтік сөздер оларға жатады. For, if, clean, input, def, және тағы басқа сөздер жатады. Жақсы, рахмет. Так, ары қарай қанекей кімнің сұрағы дайын? Так, Карим айта ғой. Программа дегеніне компьютер түсіретін түрде жазылған командалар мен нұсқаулардың жиынтығы. Жақсы, жарайсыз. Бұл бізде нұсқаулар жиынтығы. Компьютер тілде ғана түсінеді. Қанекей 4-ші топақты алфавит тобы алды. Қанекей келесі бізде кім тағы? Кім қалды бізде? Қанекей. Нұрлы, сұрағы бар ма? Қайда сен сұрағың? Мінекей мына жерде үшеуі жатыр, Санжар айтқан жоқ, иә?
Санжар айта ғой. Айта бер. Программалау. Қане тұрып айта ғой. Программалау тілі дегеніміз ол Python тілі. Python тіліне латын әріптері, араб цифрлары, қызметтік сөздер жатады. Балалар, қараңдаршы, программалау тілімен жаңағы кәдімгі орыс тілі, қазақ тілі, бұлар немен айырмашылығы неден? Бізде программалау тілі бізде қандай тіл? Цифрлық па, қандай тіл? Латын, компьютер. Жоқ, латын емес. Ол бізде компьютерлік жасанды тіл, иә, балалар, компьютерлік, бұл бізде жасанды тіл. Жақсы, отыра ғой. Так, бізде енді Қанеке, кімде қалды? Алияр ма? Қанеке, Алияр айта ғой. Программа кодын іске қосу. Программа кодын іске қосу. Жаңа мен қостым, иә, балалар? Қалай программаны біз сереміз, иә, содан кейін біз не істейміз? Ран, басамыз, сосын сақтаймыз. Ран одан кейін біз бұны сақтаған кезде ол бізде экран бетіне бізде тұрады, иә, келісеміз. Так, енді бізде кім қалды сұрақтар? Қанеке, тағы да Санжар ма? Қанеке, Санжар? Транслятор. Дариға неге отыр? Транслятор деген транслятор ол әртүрлі затты эфирға түсіреді. Олай ма? Қанеке, транслятор дегеніміз не? Кім жауап бере алады? Транслятор дегеніміз не бізде балалар? Айта, о, Карим. программаны процессорге аудару үшін транслятор қажет. Екі түрге бөлінеді. Даусын шығар кішкене, Программалау тілінде жазылған программаларды машина кодына аудару үшін компилятор керек. Жазылған программаны Не істейді? Келесі біз не істейді? Не істейді? Кезеңмен не істейді? Орындайды, бұл бізде не? Интерпретатор. Балалар, өткен сабақта, Санжар, біз сіздермен қарастырдық қой, өткен сабақта. Бізде компилятор не істейді? Транслятор бізде программалау тіліне аударады, иә, программалау тілі бізде компьютер түсінбейді ғой программаны. Сондықтан міндетті түрде транслятор аударады. Транслятордың екі түрі бар, иә, жаңа айтып отыр Карим. Бұл бізде компилятор және интерпретатор. Компилятор бізде аударады, интерпретатор бізде не істейді? Интерпретатор бізде кезеңмен Қанеке балалар санаймыз сөзіміздің тоқпақтарымызды санаймыз, бір-бірімізге баға береміз. Қанеке бізде алты тоқпаққа бізде алфавит ие болды. Төрт тоқпаққа бізде кім ие болды? Синтаксис тобы. Қанеке балалар бір-бірімізді бағалаймыз. Мадина Қанеке бағалады. Қанеке бізді қайтады бізде. Так, Дарина Қанеке бағалай ғой. Дарина да бізде бағалап отыр. Қанеке тобымызға көрсетеміз бағамызды. Топқа көрсетеміз, артқа топқа көрсетеміз. Бұл бізде жақсы балалар, рахмет. Так, балалар, рахмет. Так, ары қарай енді бізде балалар практикада жұмыс істейміз балалар. Нетбуктарымызды аламыз, Қанеке балалар, нетбуктарымызды аламыз. Сендерге балалар қараңдар, қандай тапсырма. Пожалуйста, тақтаға қарашы. Принт операторын қолданып балалар. Жаңа бізде Мадинада болды ғой. Біз не істейміз жаңағы принтпен жұмыс істеу үшін? Мысалы сөз. Қандай да болсын балалар, өзіміздің бүгінгі сабақ бойынша балалар пікір. Маған сабақ ұнады, бүгінгі сабақ мысалы түсінбегенім бар деген сондай балалар өздерінің жаңағы нелеріңді айтып, Қанеке компьютерларды қосамыз. Қанеке барлығымыз қосып алайық компьютерларымызды. Қосылып тұрмын? Балалар, кімге компьютер жетпейді, кімге ентер басыңдар балалар. Ентер басамыз балалар, егерде Қанеке тезірек. Ентер басамыз. Қанеке, пуск, тезірек балалар. Қалай енгіземіз Python тіліне? Қалай кіреміз? Кім айтады маған? Пуск арқылы кіреміз. Пуск? IDL. Python'ды дайындаймыз. Одан кейін IDL ашқан кезде нені аламыз балалар? New файл. Все жақсы дұрыс. Қанеке балалар, сіздерге бір 2-3 минут уақыт берем. Қанеке пускқа кіреміз, Python'ды таңдаймыз. Все программы. Все программы. Ішіне Python таңдаймыз. Python ID. Так, все.
Санжар, не істейміз? Файл? Не істейміз? Файл? New файл ашамыз. Дұрыс, файл, new файл. Қанке тезірек print дейміз, print. Бұлар, бізде апостроф керек па? Апостроф керек па? Міндетті түрде бізде апостроф керек, балар? Пусто кіріп қой. Қанке тезірек бала. Дейін. Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашамыз. Так, дейін. Дейін. Шықты, я? Жақсы, переверге. Так, Айдина мен тәсілі шықты, қанке бала кімді тапсырмасы болды? Так, Карим, қанке тақтаға шыға қойшы. Карим, тақтаға шықта өзінің программанда тақтаға жазып берші. Қандай программа? Сол программаны барлығымыз қанке қарастырайық, я бірге болар. Барлығымыздың программаларымызды қанке қарастырайық. Қанке, Карим, келе қойшы. Так, не істейміз бірінші? Балар, барлығымызды шықты ғой, қанке бер қарай қарайыншы балар. Қанке бер қарай қарайыныз, қанке. Балар, барлығымыздың программаларымыз шықты, Мәдина болды ба? Қанке бер қарай қарайыныз енді. Балар, қараңдар. Ең бірінші біз қандай операторды қолданамыз? Printті қолданамыз. Printті қолданамыз. Сосын не істейміз? Не істейміз, Карим? Жақша, апостроф. Апострофтан кейін ішіне жазамыз. Жоқ, бүгінгі сабаққа пікір жаза бұл. Так. Так, маған. Так, балалар, барлығымыз келісеміз, қанке барлығымыз бір жаққа қараймыз, Каримнің несіне. Так, Каримнің программасы дұрыс па, балалар? Дұрыс. Енді экран бетіне Карим бізде не шығады? Экран бетіне не шығады? Жақшадағы сөз. Маған сабақ ұнады. Міндетті түрде біз балалар, отыра ғой, рахмет Карим. Балалар, міндетті түрде біз басқа тілмен жазуымыз керек пе? Қандай да тілмен жазсақ та, апострофтың ішіне жазылған барлық сөздер, қандай да болсын ақпарат, бұл не істейді балалар? Экран бетіне шығады. Сонымен балалар, қараңдаршы, бізде input дегеніміз не? Сонымен input дегеніміз не? Не бізде input дегеніміз? Енгізу. Ол бізде. Input бізде не? Input бізде. Қанеке? Input бізде. Енгізу операторы. Print бізде шығару операторы. Print бізде шығару операторы. Так, балар, енді ары қарай бізде балар, бағдаршам әдісі бойынша, балар, біз сіздермен сабақты қарастырайық. Қанеке балар, маған біз білеміз, балар, қараңдар, қызыл түс болса да, мен еш нәрсе түсінбедім, сары болса маған әлі де түсініксіздеу, жасыл болса маған түсінікті деген. Қанеке, маған көтере ғой, қанеке. Қанеке, барлығымыз көтереміз. Барлықтары. Рахмет, балалар, бізге. Так, сұрақтарымыз болмаса. Так, балалар, жақсы, түсіре бердер. Балалар, енді маған, балалар, қанекеға қандай сұрақтарым бар бүгінгі тақырып бойынша, бүгінгі сабақ бойынша, қандай сіздерге сұрақтарым бар? Python тілі бойынша сызықтық алгоритмдерді жазу деген бізде мақсат бойынша тілдің алфавиті және синтаксиске біз сіздермен синтаксис қарастырдық, иә, тілдің алфавитін біз таныстық. Бүгінгі біздің мақсатымыз бізде қандай болды, балалар?
Python тіліндегі сызықты проблемаларды шашу. Осы мақсатқа бүгінгі сабақта біз сіздермен жеттік. Біз программалау тілін түсіндік. Ең кодпен жаңағы программалауды барлығын жасадық. Енді балалар сіздерге бағалау болады. Бағалау болады. Домбыра әдісі бойынша балалар бүгінгі сабақта сіздерді барлықтарыңызды мен осы домбырамен бағалау өтем балалар. Мінеке Адия жақсы рахмет берген балалар кесірінен. Так, Алия, мінеке 10 балл. Так, ары қарай Дарина топпен жұмыс істеді, бірақ бүгін еркін өзі бүгін. Так, Даринаға жетті. Так, Карим 10 балл, мінеке рахмет саған. Так, ары қарай Азамат, мінеке 10 балл. Так, одан кейін Мадина қайда? Мадина мінеке. Так, Ансар 10 балл. Так, Санжар мінеке 10 балл. Так, Нұрлы да бүгін еркін жұмыс істей алмай отыр. Так, и Нұранова. Рахмет балалар. Бүгін осындай сендердің сабақтарында осындай бізде баға қойылды балалар. Енді үй тапсырмасы 81-ші беттегі балалар екі тапсырманы үйде орындаймыз балалар. Келесі сабақта кездескенше сол енді рахмет балалар.